Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін осындай корейский рамёнды өз версиямда жасап көрдім. Рецептімен бөлісуді жөн көрдім. Сондықтан да маған реакцияларыңызды аямаңыздар. Өте жылдам жасалады. Дайын лапшаны өзіңіздің фантазияңызға байланысты өзгертіп жасауға болады. Осылай мен сияқты. Рецептім қызық болса, ары қарай тамашалаңыздар. Ең бірінші 300 грамм таза етті жіңішкелеп турап аламыз жақсылап. Жіңішкелеп туралған етіміздің үстіне майдалап, сақтап сарымсағымызды саламыз. Және де неше түрлі дәмдеуіштер қосамыз. Мен мына жерде для қуырдақа деген дәмдеуішті алдым. Өзіңіздің қалауыңызша саласыз. Келесі кезекте соевый соус 3-4 қасық құйып, жақсылап араластырып, 1 сағаттай бұқтырып қоямыз. Bir сағат өткен соң қызып тұрған табаға май құйып, кішкене осылай шытырлатып қуырып аламыз етіміздің бәрін. Оған дейін рамённың суын дайындап қойдым, және де жұмыртқаны қайнатып жатырмын. Достар, міндетті түрде етті бұқтырып алыңыздар. Кез келген магазиннен осындай дайын рамённың лапшаларын алып, мен мына жерде 3 түрлі дәмін алдым, және де осы үшеуін қазір біріктіріп суға пісіріп аламыз. Байқаған болсаңыздар, менің жұмыртқамен етім пісіп дайын тұр. Енді осы лапшасын пісіріп аламыз. Лапшасы өте жылдам піседі, 2-3 минутта дайын болады. Достар, бар болғаны осы, рамён пісті. Ендігі кезекте әдемілеп әзірлеп беру қалды. Достар, сорпаның өзі түрі айтып тұрған болар қандай дәмді екенін. Оның үстіне ет қосқанда одан да тәтті бола түсті. Енді дайын болған осы рамённың үстіне көк жуа немесе укроп, петрушка қосып жіберуге болады мен сияқты. Және де кунжут мен қостым, өте әдемі, дәмді болып шықты. Ұнаса лайк басыңыздар. Ас болсын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.